Сәлем достар, бүгін осындай программа жайында айтатын боламын. Қандай программа екенін, осындай обычный суретті осылай жай ғана өзгертесіз. Ешқандай түрін ештеңе өзгертпейді, жай ғана суреттің качествосын улучшать етіп береді. Ол міне Ремини деген программа, Play Market болсын, App Store болсын, сол жерден өзіңізге жүктеп аласыз. Міне ішін ашқаннан кейін улучшить плюс, улучшить видео деп тұрады. Улучшить плюс пен улучшить видео ол платный версияға арналған. Ал егерде бесплатный версиясымен жұмыс істегіңіз келсе, улучшитқа басасыз, ішінде екі рекламаны көресіз де, и ол сізге бесплатно фотоңызды редактировать етіп береді. Күніне бесплатный версиясында 5 сурет качествосын улучшать ете аласыз бесплатный версиясында. Қазір сіздермен мысалы сол көкке басам, улучшитқа басып, өзімнің суретімді таңдап аламын. Міне мен қазір өзім суретімді таңдадым. Осы суретті, енді осы сурет қазір размыты болып тұр, қазір көресіздер. Сіздерде қазір реклама шығу керек. Сол рекламаны көріп болғаннан кейін сіздің суретіңізді редактировать етіп береді. Подождать здесь-қа басасыз. Міне уже көрініп тұр, қалай фотомыздың качествосы өзгергеніне. Міне жақындатайын. Осындай мутный болып тұрды менің суретім. Енді қазір былай послеға басқанда міне идеально барлығы көрініп тұр. Ешқандай түріңізді өзгертпейді, жай качествосын әдемілеп жақсартып береді. Міне прям көрініп тұр деп ойлаймын барлығы. Осылай сіз любой қалаған суретіңіздің качествосын өзгерте аласыз. Міне төбесінде сохранитқа басасыз, астына стрелочка қарап тұр. Сол стрелкаға басып сохранить етіп аласыз. Бұл фотоңыз енді сіздің галереяңызда. Енді келесі суретті алып, қазір мысалы мен бомбонерканың қалай өзгертем качествосын сол жайында көрсетейін. Жаңағы бірінші суретті қалай жасадық, дәл солай улучшить біріншісін таңдап алдым. Енді қазір өзіміздің бомбонеркамызды аламыз. Мысалы осы бомбонерканың мутный болып тұр, түсі, жазуы да, білесіздер, PicsArt арқылы жұмыс істегенде качествосы өзгереді. Фотоның, бомбонерканың, шаблонның түсі өзгереді. Түсі емес, кішкене размыты болып тұрады. Сол үшін подождать здесьті басамыз. И міне қазір көрсетем. Уже көрдіңіздер ме? Анық барлығы көрініп тұр. Міне жазуы да анық көрініп тұр. Жазуы до этого мутный болса, міне. Ал после өте барлығы ап-анық көрініп тұр. Міне, төбесінде астындағы стрелкаға басып аласыз да, сохранить етіп аласыз. Дәл осылай любой суретті жасасаңыз болады. Міне, жаңағы суретіміз качествосы, бірінші жасаған суретіміз качествосы керемет болып тұр. И келесі суретіміз міне. Осылай сіз қалаған суретіңізді жасай аласыз. Егерде менің видеом подписаться етуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген видеолар болады.